Достар, дерт көп, денсаулық біреу. Дертке ем арнамызға жазылыңыздар да денсаулықты бірге сақтайық. Жасыңыз 60-тан асқан болса, бұл өмірдің жайбарақат кезеңі емес, керісінше, өз денсаулығыңызға бұрынғыдан да көбірек мән беру уақыты. Дәл осы жаста аурудың алдын алу, қауіпсіз қозғалыс, дұрыс тамақтану және психологиялық тепе-теңдікті сақтау басты назарда болуы тиіс. Міне 60 жастағы жандар үшін салауатты өмір салтын ұстанудың 15 маңызды ережесі. 1. Тұрақты ұйқы, денсаулық кепілі. Күн сайын 7-8 сағат тыныш ұйқы керек. Түнде кеш жатпаңыз, бөлмені желдетіп, гаджеттерді сөндіріп жатыңыз. Ұйқы ми мен жүрек үшін табиғи ремонт. 2. Ертеңгілік жаттығу мен серуен күнді дұрыс бастау. Таңғы жеңіл гимнастика қан айналымын жақсартып, көңіл күйді көтереді. Таза ауада 30 минуттық серуен жүрек пен өкпеге пайда. 3. Дұрыс және теңдестірілген тамақтану. Көкөніс, жеміс, балық, сұлы, қарақұмық, аз майлы ет күнделікті астың негізі болсын. Тәтті, майлы, тұзды тағамдарды шектеу қажет. 4. Су ішу, жасушалар тіршілігі. Күніне 1,5-2 литр су ішіңіз. Жас ұлғайған сайын ағзада сусыздану жиі болады. Кофе мен шай судың орнын алмастырмайды. 5. Қан қысымын бақылау. Гипертония қарттардың үнсіз жауы. Тұрақты түрде қысымды өлшеп, дәрігер тағайындаған дәріні уақытылы қабылдаңыз. 6. Қозғалыссыз өмір, баяу өшу. Буындарыңызды қозғалыста ұстаңыз, жаяу жүру, жеңіл йога, скандинавиялық жүріс, бәрі пайдалы. Қозғалыс өмірдің өзі. 7. Күн сайын жаңа нәрсе үйреніңіз. Жадыны сақтау үшін миға жаттығу керек. Кітап оқу, өлең жаттау, жаңа тіл үйрену бәрі пайдалы. 8. Әлеуметтік белсенділік сақтаңыз. Адаммен араласу, психологиялық саулықтың кілті. Дос-жаранмен, көршімен, немере шөберемен байланыста болыңыз. 9. Жаман әдеттен бас тартыңыз. Темекі мен алкоголь ағзаңызды баяу улайды. Бұл жаста олардан бас тарту, өмірді ұзартудың нақты қадамы. 10. Медициналық тексеруден жыл сайын өтіңіз. Кемінде жылына 1 рет қан, зәр талдауы, жүрек ЭКГ-сі, көз, құлақ, тіс тексеру міндетті шара. 11. Психологиялық тұрақтылықты ұмытпаңыз. Стреске бой алдырмау үшін тыныштықты, дұғаларды, хобби мен шүкіршілікті өміріңізге енгізіңіз. 12. Артық салмақ қосымша жүктеме. Қартайған сайын метаболизм баяулайды. Семіздік жүрекке, буынға, қант диабетіне апарады. Салмағыңызды бақылаңыз. 13. Иммунитетті табиғи жолмен нығайтыңыз. Қара зире, бал, лимон, сарымсақ, итмұрын табиғи иммунитет күшейткіштері. Жасанды дәрумендерді де дәрігермен кеңесіп ішіңіз. 14. Суық тию мен тұмаудан сақтаныңыз. Ағза әлсірегенде кез келген инфекция ауыр тиеді. Қыста жылы киініңіз, қажет болса вакцина алыңыз. 15. Өмірге құлшынысты жоғалтпаңыз. Жас тек сан. 60-тан кейінде жаңа іспен айналысуға, армандарды орындауға, бақытты болуға болады. Бұл сіздің өміріңіздің алтын уақыты. Қорытынды. Салауатты өмір салты тек аурудан қашу емес, ұзақ әрі сапалы өмір сүру жолы. Бұл ережелерді күнделікті өміріңізге енгізіп, өзіңізге жаңа тыныс, жаңа өмір сапасын сыйлаңыз. Дертке ем арнамызға жазылыңыздар да денсаулықты бірге сақтайық.